Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге 24 жасар Ақмарал есімді келіншектің оқиғасын айтып берейін. Мен тұрмысқа ерте шықтым, бірақ өзім қалаған шын сүйген адамыма шықтым. Екеуміз бір-бірімізді жақсы көреміз. Алайда мен тұрмысқа шығып бақыттымын деп айта алмаймын. Оған себепші енем. Мен осы отбасына келетін кезде құрбыларым сияқты енеммен ұрысып жүрмеймін. Бірден оны анамдай қабылдап, айтқанына көнемін деп келген болатынмын. Мінезім де сондай. Қабағымды шытпаймын. Өзіме бір нәрсе ұнамағанды білдірмеймін. Әсіресе күйеуім екеуміз ұрысып қалсақ, енемнің көзінше бәрін жақсы етіп көрсетуге тырысамын. Баласы мен келіні дауласып қалса, оның көңілі бұзылып қалады деп уайымдаймын. Енем де маған жақсы көзбен қарайды. Қызыңнан кем көрмейді. Ананы дұрыс істемедің, мынаны дұрыс қоймадың деп даттамайды. Күйеуіміздің арамыздағы шаруаны ол да ұлына айтпайды. Мен де күйеуіме тіс жармаймын. Енді не ұнамайды дейсіздер ғой? Ол ұлын тым қатты жақсы көреді. Менен қызғанады ма білмеймін. Ұлы көңілсіз келсе маған тиісіп қоймайды. Ұлы көлігін ұрып алса мен кінәлімін. Ұлының жұмысында сәтсіздік жағдайлар болса, мен оған дұрыс ақыл айтпаған болып шығамын. Ақыл айтып жатқанымды естіп қойса, тағы да ер адамға әйел ақыл айтқанын қайдан көрдің деп шығады. Үйде қайын інім бар. Үй жинау барысында оған шаң суыруды сұрасам, енем үндемейді. Жарымнан сұрасам, сен неге оған шаң сорғызып қойдың деп ұрсып бастайды. Аяғым ауыр болған кезде күйеуім үйге таң атқанда келді. Өзінің қайда болғанын дұрыс айта алмады. Әйтеуір достарымен қыдырдым деді. Сөзге келіп қалдық. Алайда даусымды көтермей сөйледім. Ата-енем естіп қоймасын деп. Әйтпесе ұлының таң ата келгені ұят емес пе? Оның жағымсыз әрекетін жасырамын деп өзім бәлеге қалдым. Енем менің көңілсіз жүргенімді көріп, алайда тиісті, бұлайда тиісті, бәріне де «Я, мама» деп көне берген соң, ілінетін жер таппай ашық ұрыса бастады. Менің ұлым ойын ойнап жүрген жоқ. Таң ата келсе шаруасы болды, деді. Шамасы біздің сөздерімізді әдейі тыңдап тұрған болуы керек. Бесе ұрыспадық қой. Амалсыздан көндім. Қанша ызам келіп тұрса да, ұйқыдан тұрған күйеуімнен ренжіспей сөйлестім. Сол кезде ғана енем қайта жұмсарды. Ұзын сөздің қысқасы, соншалықты ұлын жақсы көретін енем менің күйеуіме деген сезімімді біртіндеп сөндіріп келе жатыр. Мен жақсы көрген адамыма күн сайын басқа көзбен қарай бастадым. Менің күйеуім емес, анасының етегіне тығылып беретін баласы ретінде. Себебі ол да соқыр емес, ол да бәрін көріп жүр, бірақ оған бұл жағдай ұнайды. Соңғы кезде анасы оны жақтай беретінін білетін ол қол көтере бастады. Енем мен атамның қарым-қатынасына ешкім кедергі болған емес. Бөлек тұрып өз отбасын өздері көтерді. Енді неге менің отбасыма соншалықты тиісе береді екен? Неге ұлының ересек болуына кедергі жасайды? Мен қаншаға дейін осылай жүре беремін? Басқа адам үшін ондай жағдай тумайды. Ол кезде ондай артық ене жоқ. Бірақ мәселе оның ұлына келіп тірелген кезде одан жаман ене жоқ. Тиісіп қашып жүргеннен жүйкем қозыды. Кетіп қалайын десем, кішкентай қызым бар. Тығырықтан шығатын жол қайда? Деп жазған екен Ақмарал 24 жастағы келіншек.